Бәріңе сәлем, бұл Марат Қани, құрметті әріптес. Біз бүгін саусақтар арқылы оқушы мінезін қалай анықтауға болатындығын үйренеміз. Сабақ барысында білім алушыларыңызға сергіту сәті ретінде өткізсеңіздер болады, ол үшін қалам мен қағаз қиындысы қажет. Бірінші, саусақтарыңызды бір-бірімен айқастырыңыз. Егер оң қолыңыздың бас бармағы сол қолыңыздың бас бармағының үстінде жатса, параққа 2 деп жазыңыз. Егер сол қолыңыз үстінде жатса, 1 деп жазыңыз. Екінші, бір көзіңізді жұмып кез келген нысанаға дәлдеп көздеңіз. Егер сол көзіңіз ашық қалса, 1 санын жазыңыз. Егер оң көзіңіз ашық қалса, 2 санын жазыңыз. Үшінші, қолыңызды кеудеңізге айқастырыңыз. Қай қолыңыз үстінде жатыр? Егер сол қолыңыздың саусақтары оң қолыңыздың үстінде жатса, 1 санын жазыңыз. Егер оң қолыңыз үстінде жатса, 2 санын жазыңыз. Төртінші, көлденең шапалақтаңыз. Егер сол қолыңыз үстінде болса, 1 санын жазыңыз. Егер оң қолыңыз болса, онда 2 санын жазыңыз. Енді сіздің қолыңыздағы парақта 4 цифрдан тұратын сандар тізбегі пайда болды. Осы тізбек бойынша қорытынды ұсынамыз. Қорытынды бойынша қолындағы парақта 22 деген цифр шығатын болса, ондай адамның мінезі тұрақты, біреулермен шиеленісуден, ұрысудан қашады. 22-21 ең үлкен кемшілігі батылсыздық, тартыншақтық. 22-12 өте ашық, кез келген адаммен тіл табысып кетеді. 21-11 тұрақсыздық, жалтақтағыш, біреудің қолдауы мен пікіріне тәуелді, өзіне сеніп үйрену керек. 22-11 мұндай үйлесім көп кездесе бермейді. Ашық адамдар жақсы қарым-қатынас жасайды, әрі мінездері жұмсақ. 21-22 бұндай адамдарда аналитикалық ақыл-ой жүйесі қалыптасқан, мінезі жұмсақ, бәріне сақтықпен қарайды, адамдармен өзін салқынқанды ұстайды. 21-21 бұл тіркесте сирек кездеседі, қорғансыздық, адамдардың ықпалына ұшырап тұрады. 11-12 өте әсершіл, қайратты әрі батыл адамдар. 12-22 жиі кездесетін мінез, әсершіл, алайда өмірлік сұрақтарды шешуде жігерлік пен батылдық жетпей жатады, басқалардың ықпалына көніп кетеді, өте ашық, адамдар өздері тартылады. 12-21 әсершіл, батылдық жетіспейді, мінезі жұмсақ, аңғал. 11-22 досжанды адамдар, бірақ сонымен қатар аңғал және қарапайым, істерін саралап, өз-өзін қазбалауға құмар, қызығушылығы көп, бірақ уақыты жете бермейді. 11-21 деген цифр шықса, адамдар қатты сенеді және мінезі өте жұмсақ, көбіне шығармашылыққа бейім адамдар. 11-11 100% солақай, кертартпа адамдар, шығармашылыққа өте бейім, көптеген заттарға ерекше көзқараспен қарайды, өте әсершіл, дарашылдық, эгоизм басым, қыңыр әрі өзімшіл, бірақ бұл оларға өмір сүруге кедергі емес. 12-12 рухы мықты адамдар, бір бетке десе де болады, қойған мақсаттарына жетеді. 12-11 өз-өзін қазбалауға құмар, тұйық адамдар, көпке ашылмайды, бірақ рухы мықты, алдына мақсат қойса ештеңеден тайсалмайды. 21-12 жайдары, еркін мінезді, достарды тез табады, танысу да оңай және қызығушылықтарын да жиі ауыстырады. Достар, бүгінгі ұсынған видеомыз ұнаған болса, арнаға жазылып, пікір қалдырып, үлпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мені әрдайым шабыттандырады.